Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай жаңадан туған нәрестелерге пинетка тоқып үйренетін боламыз. Мен Пехорка детская новинка жібін алған болатынмын. Цветі розовый, қабығы міне осындай. 50 грамда 200 метр бар, құрамында 100% акрил, өте жұмсақ, өте жылы. Осындай жіптен екеуін аламыз, крючок бізімізді аламыз, бөлек бізді қолдануға болады, немесе осындай круговой дөңгеленген бізімізді аламыз. Номері 3,5, қайшы, сызғыш. Екі жіптен қабаттап тоқитын боламыз. Бізімізге 30 ілмек ілеміз. 2, 3, 4, осылай 30 ілмек ілеміз. 30 ілмекті іліп болғаннан кейін бір бізімізді шешіп аламыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Жай ғана оған ілмек жасамаймыз. Мінекей осылай. Екінші тұрған ілмектен бастап 10 тоқимыз. Артқы жағынан 10 ілмек жасаймыз. Осыны бірінші қатарды барлығын осылай тоқып шығамыз. Соңғы ілмегімізді әрқашанда теріс тоқимыз. Міне 10 тоқыдық, соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Осылай қайталаймыз енді. Екінші қатарда да бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз, суырып аламыз. Екінші ілмектен бастап 10 тоқимыз. Платочная вязка деп айтылады. Артқы жағынан ілмектің 10 жасаймыз. Осы екінші қатар. 10 тоқимыз барлығын. Бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз, соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Қалған ілмектердің бәрін 10 тоқимыз артқы жағынан. Дәл осылай 24 қатар тоқып шығайық. Он тоқыдық, соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Міне соңғы ілмекті теріс тоқыдық. 24-ші қатарда кездесеміз. Міне мен 24 қатар тоқып шықтым. Енді ұзындығы жағынан, ені жағынан қанша болып тұрған сіздерге көрсетейін. Ұзындығы жағынан менде 14 сантиметр болып тұр. Ені 6 сантиметр болып тұр. Енді ары қарай кеттік. Ортадағы бізде 30 ілмек, 30 ілмектің ортасындағы 10 ілмекті ғана тоқимыз. Ол үшін жанынан бірінші тоқып ортаға жетіп алайық. Екеу кетті, үшеу кетті, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Бұл жанындағы ілмектер. Оған тиіспейміз. Екеу ортадағы, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 ілмекті біздер теріс жасаймыз. 10 ілмекті теріс тоқыдық. Енді жандағы 10 ілмекке тиіспейміз. Осы ортаны ғана тоқитын боламыз. Екінші қатар кетті.
бірінші ілмекті шешіп аламыз. Екінші ілмектен бастап 10 тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекті теріс жасаймыз. Мына жақта 10 ілмек қалу керек. Екі жақтан 10 ілмектен қалу керек. Ортадағы ілмектерді ғана тоқимыз. Біріншісін жай ғана шешіп аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекті теріс жасаймыз. Бұл үшінші қатар. Осылай біздер 18 қатар жасау керекпіз. Бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз. Соңғы 10 ілмекті теріс тоқимыз. 18 қатар тоқимыз. Он сегіз қатарымыз бізде 4-4,5 сантиметр болды. Енді осы жерден шамалы жіп қалдырып қиып тастаймыз. Ары қарай мына 10 жағымыздағы 10 ілмектен кейін жібімізді сояқтан қосып алу керекпіз. Ол үшін міне өрім тұр, сол өрімменен мына ілмектердің ортаңғы жағынан ілмек жібімізді алып алайық бірінші, сосын ілмектер жасаймыз. Мысалы, мен мына бір жерден жібімді суырып алайын. Осы бір бұрышынан өстіп жібімді іліп алам. Осылай. Енді жібімді бекітіп қоюым керек, шешіліп кетпеу үшін. Бір рет өстіп мен байлап қоям. Енді ары қарай осы жіптен мен ілмектерді көтеріп алуым керек, ілмектер жасауым керек жанынан. Осы былай қарасақ, сол жағымызда бізде өрім сияқты пайда болып тұр. Осы өрім аяқталғанменен ілмектердің арасында менде бір бос орын қалып тұр. Сол бос орынды қалдырмау үшін, яғни қуыс сияқты болып қалмау үшін, осы жерден мен бір ілмек жасауым керек. Крючок бізіміздің көмегімізбен осылай бір ілмек жасайым. Бұны бізіме кигізіп қоям. Міне бірінші ілмегім бұл менің. Енді жанынан былай өрімдерімді санасам, 9 өрім бар екен. Осы әрбір 9 өрімнің ортасынан крючок бізімді кіргізіп, ілмектері іліп алуым керек. Бірінші өрімнен міне крючок бізімді кіргізіп, ортасынан екінші ілмегім. Ары қарай мен бізбен емес, крючок бізбен емес, осы бізбенен ілмектер жасай берем. Мысалы, мен былай жасайым. Екінші өрімнен алдыңғы жағынан, артқы жағынан емес, алдыңғы жағынан бізімді кіргізіп, ілмек жасайым. Осылай. Алдыңғы жағынан төменнен жоғары қарай ортасына кіргізіп, ілмек жасайым. Менде осылай ілмек жасағаннан 10 ілмек болу керек. 9 өрім, сосын ортасынан тағы біреуін жасадым. Сонда барлығы 10 болады. Мінекей. Міне соңғы өрім осылай кіргізіп, ілмек жасадым. Енді былай санасақ, жанындағы 10 ілмек, сосын іліп алған 10 ілмек, барлығы 20 ілмек болу керек. 20 ілмек. Енді ары қарай мен 10 тоқып кете берем. Бұл бізде бірінші қатар болып саналады. Жанын тоқып атырық пинетканың. Ары қарай 10 жасайым. 1, 2,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Бұл біздің пинеткінің алдыңғы жағы. 8, 9, 10. 10-ды да 10 ілмек жасайым, теріс тоқымайым. 10 ілмек жасадым. Енді дәл жаңағыдай қайталаймыз. Әрбір өрімнен мен ілмек жасап алуым керек. 1, 2. Міне өрімнің ортасынан бізімді шығарып, ілмегімді іліп алам. 10 ілмек жасауым керек. Мінеке, өрімнің ортаңғы жағынан бізімді кіргізіп, жібімді іліп алам. Егер бізбен ілмек жасау қиын болып жатса, крючок біздің көмегімен жасауға болады. Мінеке, 9 өрімнен ілмек жасадым, және де өрімменен ілмектердің ортасы қуыс, осындай үлкен алшақ қуыс болып қалмау үшін, мысалы мен екеуінің ортасынан крючок бізімді кіргізіп, мысалға мен мына жерден кіргізсем, әлде де алшақ болып кетеді. Артқы жағынан алып көрейін. Жоқ, мына жерден ала берейін. Жерден алсам, ешқандай қуыс болмайды. 10-шы ілмегім, бұл менің. Санап шығыңыздар, 10 болу керек көтеріп алған ілмектер. 10 тоқып кетеміз. Жанындағы 10 ілмекті. Соңғы ілмегімізді ұмытпаймыз, теріс тоқимыз. Бұл бізде бірінші қатар, жанындағы пинеткінің жанын тоқып атқандағы бірінші қатар. Осылай 8 қатар тоқып шығу керек біз енді. Бірінші қатарды бітірдік, екінші қатарды біріншісін шешіп аламыз, барлығын 10 тоқимыз, соңғысын теріс тоқимыз. Екінші қатарды көрсетіп берейін. Бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз, аяғына дейін 10 тоқимыз. Екінші қатарды аяқтап қалдық, 10 тоқыдық, соңғысын теріс тоқимыз, ұмытпаймыз. Осылай 8 қатар тоқып шығыңыздар, 9-шы қатарда кездесеміз. Міне 8 қатарды тоқып шықтық. Біздің пинеткамыздың аяқтап қалуына шамалы қалды. Енді мына алдыңғы жағынан біздер табанын жасаймыз.
жанынан 20 ілмек тастаймыз. 20 ілмек тастаймыз. Белгілеп кетеміз. Енді мына жағынан 20 ілмек тастаймыз. Бұл жерге де белгіні белгілеп кетейік. Ортасында бізде 10 ілмек болу керек. Осы 10 ілмек болу керек. Осы 10 ілмектен бастап біздер табанын жасаймыз. Бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Соңғысы. Белгімізді алып қоя берсек болады. Енді осы ортаңғы 10 ілмекті тоқып, біздер табан жасаймыз. Міне, бірінші қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді міне 10-шы ілмекті және де жандағы ілмекті қоса 2 ілмекті қатар 10 тоқу керек біз. Міне 2 ілмекті шешіп алып, 10 қаратып аламыз да, осы 2 ілмекті бірге 10 тоқимыз. Пинеткінің оң жағынан 10 тоқимыз, теріс жағынан теріс тоқимыз. Оны қазір көрсетемін сізге. Екеуін қатар 10 тоқыдық. Енді теріс айналдырамыз. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. 2, 10 тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 10 ілмекпенен жанындағы ілмекті екеуін қоса теріс тоқимыз. Пинеткінің теріс жағынан екеуін қосып теріс тоқимыз. 10 ілмекпенен жанындағы. Қайтадан бірінші ілмекті шешіп аламыз. 2, 3, 10 тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 10 ілмек. Оны ешқандай аудармаймыз. 10 ілмекпенен жанындағы ілмекті қосса екеуін қатар 10 тоқимыз. Теріс айналдырамыз. Осылай қайталай береміз. Теріс айналдырамыз. Біріншісін шешіп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекпенен жанындағы ілмекті қоса теріс тоқимыз. Пинеткінің теріс жағынан теріс тоқимыз екеуін, оң жағынан 10 тоқимыз. Осылай қайталай береміз. Міне біздерде табан пайда болып келе жатыр. Осылай 5 ілмек қалғанша тоқып шығамыз. Соңына 5 ілмек қалғанша. Міне біріншісін шешіп аламыз. 2, 10 тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сосын жанындағы ілмекті қоса 10 тоқимыз. Екеуін қатар. Теріс айналдырамыз. Біріншісін шешіп аламыз. 2, 3,
төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 және де жандағы ілмекті қоса теріс тоқимыз, екеуін қатар. Сонда біздер жеміндеп таванын жасап келе жатырмыз. Мына жіптерді біздер осы тұрғанда, мысалы, бекітіп тастайық. Мына жақта басында біздер деген жібімізді байлап алдық. Байлап алғаннан кейін оны бекітудің қажеті жоқ. Мысалы, былай жанынан ілмектердің арасынан өткізіп, осылай өткізіп, жібімізді тығып қояйық. 3-4 ілмектен өткізіп аламыз. Мінекей. Мысалы, мен жанына қарай апардым, ілмектердің арасынан қиып тастайым. Ал мына жіпті біздер бүйтіп түйін жасаймыз, крючоктың көмегімен қаттылап тартып. Бұны да ілмектердің арасынан, мысалы, мен жандағы ілмектердің арасынан өстіп 4-5 ілмектен арасынан өткізіп тығып қоямын. Енді сіздер дәл осылай, міне, соңғы 5 ілмек қалғанша өстіп тоқып шығыңыздар. Мінекей, менде жанынан 5 ілмек қалды, таваным аяқталып қалды. Енді өкшені қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Екі жағынан 5 ілмек қалды. Енді өкшені жасаймыз. Бірінші ілмекті шешіп аламын. Екінші ілмектен бастап 10 тоқимын. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8. Енді міне 2 ілмекпен жанындағы 1 ілмекті қоса 3 ілмекті қатар тоқуым керекпін. Ол үшін бірінші тұрған ілмекті оң қаратып аламын. Осы 2 ілмек жанындағы 1 ілмекті қоса 3 ілмекті қатар 10 жасаймын. Яғни 3 ілмектен мен 1 10 тоқимын. Теріс айналдырамын. Бірінші тұрған ілмегімді жағына суырып аламын. 1-еу, екіншісінен бастап 10 тоқим. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 2 ілмекке дейін. 6-ау, 7-еу, 8 пен 9-ды қоса, 2 ілмекті қоса, жандағы 1 ілмекті де алып, 3-еуінен қатар 1 теріс ілмек тоқим. Теріс айналдырамын. 4 ілмек қалды жанында. 1-еуін шешіп аламын. 2-еу 10 тоқим. 3-еу, 4-еу, 2 ілмекке дейін. 5-еу, 6-ау, біріншісін оң қаратып аламын. 2-еу, жандағы үшіншісін қоса 3 ілмектен 1 10 ілмек тоқим. Теріс айналдырамын. Шешіп аламын біріншісін. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 2 ілмекке дейін. 5-еу, 6, 7 және де жандағы 1-еуін қосып алам.
үш ілмектен теріс тоқимын. Теріс айналдырамын. Міне қысқарып келе жатыр бізде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне оң қаратып аламын ілмегімді. Үшеуінен бір 10 ілмек жасаймын. Теріс айналдырамын. Біреу, шешіп аламын жай ғана. Екеу, үшеу, 4 пен 5, және де жанынан біреуін, үшеуінен бір теріс тоқимын. Теріс айналдырамын. Біреуін шешіп аламын, екіншісінен бастап 10 тоқимын. Екеу, міне екеу қалды, оң қаратып аламын. Үш ілмектен бір 10 ілмек тоқимын. Бір ілмектен қалды жанында. Біреуін шешіп аламын. Міне бірден 3 ілмекті теріс тоқимын. Енді теріс айналдырамын. 3 ілмек қалды. 3 ілмектен бірден 10 тоқимын. Ешқандай шешіп алмаймын ештеңені. Оң қаратып аламын бірінші ілмекті. 3 ілмектен бірден бір 10 ілмек тоқыдым. Енді 2 ілмек қалды. Бұны да бір теріс тоқып жіберем. Екеуін қатар. Міне бізде өкшеміз болды. Өстіп жібімізді кішкене созыңқырап алып аламыз. Өкшеміз, табанымыз, яғни осындай болды. Екі жағынан өрім сияқты пайда болды. Әдемі болып. Табанымыз үш бұрышты сияқты болып, әдемі болып көрініп тұр. Енді жібімді ұзындау қылып алып, қиып алам. Өйткені бізге қазір бұл жанын тігуге қажет. Осылай жібімді суырып алам, түйіншіктеп. Міне енді екі жанын тігуіміз қажет енді. Осылай. Енді пинеткамызды теріс айналдырып тігеміз. Өйткені тігісіміз неғұрлым бізге көрінбейтіндей болу керек. Сол үшін пинеткамызды теріс айналдырып аламыз. Және де өстіп бір-біріне осылай қойған кезде осы көрініп тұрған өрімдерден біздің крючок біздің көмегімізбен осы жіптен өткізіп тігіп шығуымыз керек. Мысалға, міне жақындатып көрсетейін сіздерге. Міне өрімдерді бір-біріне бірдей қылып қоюымыз керек. Осылай. Және де ең алғашқы тұрған өрімнің ішкі жағынан өстіп, ішкі жағынан алып, жібімізді іліп алып тұруымыз керек. Тіккендей. Міне бірінші өрім кетті, екінші өрім ішкі жағынан, екінші өрім ішкі жағынан осылай алам. Крючок біздің көмегімен үстіп жібімізді суырып алып тұрамыз. Үшінші өрім, ішкі жағынан, өрімнің ішкі жағынан жібімізді суырып алып тұрамыз. Әрбір өрімдерден өстіп жібімізді өткізіп тұрамыз. Мінекей. Осылай аяғына дейін тігіп шығыңыздар.
Міне аяқтап қалуымызға шамалы қалды. Соңғы өрім. Мен осы жерден осылай алдым. Енді қараймыз. Енді менің өрім сияқты, жоғарыда өрім сияқты болу үшін келесі тұрған өрімнің ортасынан жібімді өткізіп алуым керек. Өсті өткізіп аламын. Және де екі жіпті қосып байлап алам. Ана бірінші жібіміз ең алғашқыда ілмек жасағандағы қалған жіп. Ұмытпаймыз. Осыдан екі рет байлайым. Шешіліп кетпеу үшін түйіншектеп. Осы екі жіпті енді әдемілеп тығып қоямыз. Ілмектердің арасынан өткізіп, білінбейтіндей етіп тығып қоямыз. Қалған жібімізді қиып тастаймыз. Екінші жібімізді де осылай әдемілеп ілмектеріміздің арасынан өткізіп тығып қоямыз. Осымен біздің пинеткамыз аяқталды. Оң қаратқан кезде біздің тігісіміз неғұрлым көрінбейтіндей болып тұрады. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.